Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен асқабақ қосылған қатпарлы самса пісіретін боламыз. Өз әдісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты рецепттермен бөлісіп баратын боламын. Ең алдымен самсаның қамырын дайындайтын боламыз. Қамырына бізге суға тұзды араластырып аламыз бірінші, сосын ұнды електен өткізіп салып, жақсылап араластырып, қатты қамыр илеп алатын боламыз. Қамырдың бетін жауып 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Тынған қамырымызды алып, екі бөлікке бөліп аламыз. Домалақтап, тағы да 10-15 минутқа тындыруға қоямыз. Жақсылап ию қанған қамырымызды жайып алатын боламыз. Қанша жұқалап жайсаңыздар, сонша қамырларыңыз қатпарлы болады. Сондықтан жұқалап, әдемілеп жайып аламыз. Енді жайып алған қамырымыздың ішіне май жағатын боламыз. Мен малдың іш майын ерітіп, оған аздап сұйық май араластырып жағамын. Осы әдіспен өте қатпарлы болып шығады самсалар. Егер де сіздерде малдың іш майы болмайтын болса, ол кезде пайызы жоғары маргарин не болмаса сары май қолдансаңыздар болады. Енді оның үстіне екінші жайып алған қамырымызды жайып шығамыз. Сосын оның үстіне тағы да май жағып шығамыз. Енді қамырды қысып, жақсылап орап шығамыз. Арасы бос болып қалмау керек, жақсылап қысып ораймыз. Сол кезде кескен кезде бір тегіс кесілетін болады. Енді осы қамырды пакетке салып, жарты сағатқа мұздатқышқа сала тұрамыз. Енді осы арада біз салмасын дайындап аламыз. Асқабақты сыртын аршып тазалап, жуып, майда бөліктерге кубик етіп турап шығамыз. Пиязды да майдалап турап аламыз. Етті де майдалап турап аламыз. Үстіне 2-3 шай қасығында тұз саламыз. 1 шай қасықта қара бұрыш саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Енді мұздатқышта тұрған қамырымызды аламыз. Өзімізге керекті өлшемде кесіп алатын боламыз. Кесіп алған қамырларымызды жұқалап жайып аламыз. Ішіне салмасын салып түйеміз. Мен ең өзіме ұнайтын тәсілмен түйіп алдым. Сіздер өздеріңізге ыңғайлы, өздеріңізге ұнайтын тәсілмен түйсеңіздер болады. Түйіп алған самсаларымыздың үстіне жұмыртқа жағып шығамыз. Оның үстіне күнжіт сеуіп қойдым мен, ол міндетті емес.
қызып тұрған 180-200 градуста қызып тұрған пеште үсті қызарып шыққанша пісіріп алатын боламыз. 25-30 минут уақытта пісіп шықты менікі. Сіздер өздеріңіздің пештеріңізге қарай пісіресіздер. Өте әдемі болып қызарып, күрсілдеп, қатпарлы болып шықты. Осы әдіспен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Менің отбасыма өте қатты ұнайды. Видео сіздерге ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен алда қызықты рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, жаңа рецепттерді көріп отыратын боласыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын!